мен Бигжигитова Аружан. Мейірім керек әлемге. Не дер екен мейірімді мол кісі, мейірбандық кісіліктің үлгісі. Есіңе ұстап мейірбанның нақылын, дәулет болар алсаң соның ақылын. Мейірімнен шынайы лебезеді, соны бақсаң дәреже бақ өседі. Мейірімділік деген не? Мейірімділік ол басқалардың игілігі үшін қамқор болу. Мейірімділік адамның өзге біреуге жылулығын, ізгі ниеті мен лебізін білдіру. Не деген жылы сөздер. Егер шынымен осындай керемет сезім болса, мейірімділікті неге екі есе жұмсамасқа? Мейірімділік тек жүректен басталады. Өмірде жасалған бір тамшы мейірімділік жинала келе жылғаға, жылғадан өзенге, өзеннен теңізге айналады. Сол теңізден мейірім тамшысы әрбір балаға жетіп жатса, ұлтымыздың ертеңі айқын, болашағы анық болмақ. Мейірімді болу қиын емес. Кір тегізбей ұста ойыңның өресін, мейірім етсең мейірімділік көресің, деп біздің баласағын атамыз айтып кеткендей, өзгеге мейірімді болмай, өзіңе мейірім күтпе. Мейірімді болыңыз, мейірімділік әлемді құтқарады. Я, Ондасан Данель. Сегодня я вам расскажу о том, что такое добро. Добро – это светлое и приятное чувство, которое дарит улыбку и приносит радость. Добро – это маленький кусочек счастья. У каждого человека свое определение на добро. Например, для некоторых это не обижать слабых людей, а для некоторых другие считают, если ты выполнил долг перед родителями, перед знакомыми, не подводил их, это уже добро. Добро, в моем понимании, это, например, когда ты делаешь человеку добро и не ждешь ничего взамен. Например, даже если ты идешь по улице, и у тебя незнакомый человек спросит место, которое ему нужно, и ты ему подскажешь, это уже добро. Добро сделано без усилий и спонтанно. Это самый приятный поступок для меня. Я стараюсь быть хорошим человеком и делать добро каждому. Знакомых для меня людей, незнакомых. Даже для животных это уже добро. Добро – это высшее проявление нравственности в любом человеке. Так что творите добро – это не так уж и сложно, но зато очень приятно. Hi guys, I'm Sagintava Dinara. Today I will say you what kindness is. The kindness is desired to help, no gratitude, no incentive. So, the quail is a good person, a kind, pure-hearted, patient, and cordial. Kind begin with the heart, and everyone can become kind, if understood correctly. Let's to be kind together, we can. Freundlichkeit ist die Fähigkeit, mit anderen Menschen freundlich umzugehen. Freundlichkeit heißt dem anderen wie einem Freund zu begegnen. Im Alltagsgebrauch wird unter Freundlichkeit verstanden, höflich und zuvorkommend zu sein. Freundlichkeit kommt aber vom Ausdruck Freund. Freundlichkeit kann Ausdruck menschlicher Nähe und Verbundenheit sein. The work of our teachers is the most important and noble in the world. They give us the knowledge, skills, and daily taught to do good and useful things. From them we gather wisdom. Do good to people and you will do good. Also, I am trying to remember, did I do good things? How understand what exactly this act is the best? When I helped my mother to wash dishes, or when his grandmother digging potatoes, or when I with my classmates we have translated the old woman through the road. Good deeds, it appears, done was not so little.